Үкіметтік емес ұйымдар үкіметтен тәуелсіз жұмыс жасайтын қоғамдағы қандай да бір мәселені алдыға шығарып, шешуге ұмтылған еріктілер тобы құрған бейкоммерциялық ұйым. Мұндай ұйымдар жергілікті, ұлттық және дүниежүзілік деңгейде құрыла алады. Қысқаша айтқанда, ортақ адам құқықтары мен қоршаған ортаны қорғауға, қоғамдағы қандай да бір мәселелерді шешуге ұмтылған ұйымдар. Қазір өңірімізде мұндай ұйымдардың 750-ден астамы жұмыс жасайды. Олардың айналысатын бағыттары әртүрлі болғанымен, мақсаттары біреу: өңірдің дамуына үлес қосу. Ресми мәліметке сәйкес, қазір Маңғыстау облысында 120 үкіметтік емес ұйым белсенді түрде қызмет жасап, 1,5 мың адам осы салада еңбек етуде. Биылдан бастап облыс әкімі Нұрлан Ноғаевтың тапсырмасына сәйкес, өңірде осындай ұйымдарға қолдау күшейтілді. Мәселен, 2021 жылы 36 әлеуметтік жобаға 237,7 миллион теңге қаралса, 2022 жылы 47 әлеуметтік жобаға 406 миллион теңге қарастырылды. Яғни көрсеткіш 59,1%-ға өсті. Маңғыстау облысының әкімдігі жанындағы жастар ісі кеңесінде өңірдегі жалпы 10-ға жуық жас көшбасшы Маңғыстау облысының әкімі Нұрлан Асқар Ноғаевқа бірнеше ұсыныстар айтқан болатын. Сондағы ұсыныстардың шешу жолы сол кезде де облыс әкімі айтқан, келер жылы осы қаржыландыру деңгейін көбейтіп, немесе оны мемлекеттік грант системінде береміз, немесе жастар ресурстық орталығының қаржыландыру деңгейіне қосамыз деген бір ұсыныс болған. Биыл расында да жалпы мемлекеттік жастар саясаты саласында, әсіресе осы мемлекеттік жастар саясаты саласында қызмет атқарып жатырған үкіметтік емес ұйымдар үшін қолдау жылы болды деп айтуға болады. Өңірде белсенді жұмыс жасап тұрған үкіметтік емес ұйымдардың бірі Азаматтық альянс бірлестігі. 2005 жылы құрылған ұйым 15 жылдан астам уақыт бойы азаматтық бастамаларды дамыту, жергілікті қоғамдық ұйымдардың әлеуетін арттыру және жергілікті үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсету сияқты жобалармен айналысып келеді. Біздің ұйымның негізгі миссиямыз осы мен айтқандай жергілікті үкіметтік емес ұйымдарының әлеуетін арттыру және азаматтық бастамаларды дамыту. Осыған орай биылғы жылы біз коворкинг центрді ашып отырмыз. Коворкинг орталығын, бұл орталықты жергілікті облыс әкімдігінің қолдауымен, азаматтық бастамаларды қолдау орталығының қаржылай қолдауымен жүзеге асырып отырмыз. Жоба жүзеге асырыла бастағаннан бері азаматтық орталық мамандары бастамашыл топтарға, азаматтарға, үкіметтік емес ұйымдарға, ауылдық ресурстық орталықтарға 145-тен астам кеңес берді. Сондай қолдауға ие болған үкіметтік емес ұйымдардың бірі биыл құрылған Жасар театры. Аталған театр Маңғыстау облысының жастар саясаты жөніндегі мәселелері басқармасының тапсырысы негізінде азаматтық бастамаларды қолдау орталығының Жастар театрының жұмысын ұйымдастыру атты әлеуметтік жобаның жеңімпазы атанған. Жоба аясында қоғамдағы 5 өзекті мәселені көтеріп, олардың алдын алу және шешу жолдарын көрсетпек. Жастарды бос уақытын тиімді пайдаланып, олардың ертең болашақ көшбасшы. Театрмен айналысқан, жалпы мәдениетпен айналысқан, жалпы интеллигенцияны қалыптастыру үшін жалпы мәдени ошақ арқылы дамытқан дұрыс па деп ойлаймын. Себебі бұл жерде біз есте сақтау қабілетін, ортада ұялмауды, өзін еркін сезінуді, коммуникабельный болуды, ортамен бірмен байланыстау, ансамбльді үйрету, жалпы болашаққа ертеңгі бұл театр жастардың трамплині болады дегенмен ойда, сол мақсатта құрылды. Өңірде мемлекеттен қолдау көріп келе жатқан маңғыстаулық жас суретшілердің басын біріктіріп, неше түрлі шеберлік сағаттарын ұйымдастырып келе жатқан үкіметтік емес ұйымдарының бірі Ақтау қалалық суретшілер одағы қоғамдық бірлестігі. Бұлай айтатын болсақ, бірталай шара істедік. Оның дейтін көбі спонсор арқылы жұмыс жасадық. Сосын жаңағыдай өкімет тарапынан лоттар алдық. Биыл да осы лот алдық 9 миллионның шарасында. Енді соны дейтін қазір іске асырып жатырық. Осыдан енді бірінші шарамыз өтті. Ол жерде дейтін отандық суретшілерді шақыру, шеберлік сағаттарын, тәжірибені алмасу, сосын барып жаңағыдай көрме, вернисаж жасау. Ол бірінші этапымыз өтті, бірінші кезеңіміз. Одан кейінгі біздер енді дейтін шетелден 2 суретші шақырсақ па деп жатырық. Олда да солай, жаңағындай біздің Маңғыстаудың дейтін суретшілермен, жас суретшілермен дейтін тәжірибе алмасу. Оның да дейтін шеберлік сағаттары бар өзіндік.
2021 жылы қазан айында өңір басшысы Нұрлан Ноғаев үкіметтік емес ұйым басшыларымен кездесу өткізіп мәселелерін тыңдаған болатын. Осы жиында талқылаған мәселелерден кейін облыс басшысы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында жастар тәрбиесіне, шығармашылығы мен мәдениетіне қаражат қарастыру мәселесіне көңіл бөлуді, жергілікті үкіметтік емес ұйымдар мәселесінің заңды тетіктерін қарауда, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа бөлінетін қаражатта гранттық негізде қаржыландыру мәселелерін қарастырған болатын. Жоғарыда аталған ұйымдардың биылғы атқарған жұмыстарының барлығы осы жергілікті әкімдіктің қолдауы және азаматтық бастамаларды қолдау орталығының бөлген қаражаттық гранттары есебінен жүзеге асырылып отыр.